Құрметті бизнес серіктестер, мінекей бізде бүгінгі кезекті Санева компаниясының бизнес серіктестеріне арналған бизнес дәрежені жабуларына байланысты бізде марапаттау кеші бүгін мінекей керемет жерде Villa de Fury деген жерде біз бүгінгі осы шілде айының қорытындысы бойынша бізде бизнес дәрежесі арттырған бизнес серіктестердің марапаттау рәсіміне бүгін болып жатыр. Құрметті ханымдар, құрметті Роза Қожахметқызы, Нұржан Дүйсенәліұлы, сіздер осындай кеш ұйымдастырып жақтып, осындай көңіл күй сыйлап жатқандарыңызға мың алғыс сіздерге. Бүгін бізде білесіздер, Санева компаниясының артықшылығы неде? Санева компаниясының артықшылығы әрдайым өзінің бизнес серіктестерін ынталандырып, ерекше бір көңіл күй сыйлау үшін. Өйткені біз сіздерді сыйлаймыз. Сіздерді сыйлағаннан кейін біз бірлестікте бизнес жүріп жатыр. Мінекей бүгін бізде бизнес дәреже жауып, өздерінің сыйлықтарын алғалы жатқан кісілер бар. Сол кісілерге марапаттап, сол кісілерге сыйлау үшін Санева компаниясының қаржы жағынан президенті Нұржан Дүйсенәліұлы мырзаны шақырамыз. Біздің маркетинг жоспар бойынша бізде статустар бар, бизнес дәрежелер. Сол бүгін бізде жоғарғы шапқан бизнес дәрежеден бастағымыз келіп тұр. Ол бізде осы қорытынды бойынша Санева Маржан Дүйсенәліқызы Санева компаниясының лидер бизнес серіктесі болған үшін миллион теңгелік чекпен марапатталады. Келіңіз. Құтты болсын Маржан ханым. Және де бізде Санева компаниясының рухани және кәсіптік білім беру орталығында бізде онлайн обучение болған болатын. Сол өзіңе инвестиция басты атты онлайн курсының сертификатын иеленген Маржан ханымды тағы да құттықтаймыз. Келесі біз бизнес дәреже Санева компаниясының маркетинг жоспары бойынша жоғарғы менеджер статусын иеленген, бізде белсенді жұмыс жасап кәсіп бизнесін құрып жатқан Ділдаева Құралай Нұрғайып қызы ханымды 400 мың теңгелік чекпен 400 мың теңгелік чектен марапаттаймыз. Болсын, Құралай ханым. Келесі бізде Санева компаниясының маркетинг жоспары бойынша менеджер бизнес дәрежесін иеленген Андосова Күләш Садырқызы ханымды марапаттаймыз. Бізде менеджер статусында 300 мың теңгелік гаджетқа ақшалай сыйақы. Болсын, Күләш ханым. Чек беріп тұрған. Құттаймын. Мынау сіздің 300 мың теңге ақшалар сыйақың құтты болсын. Игіңізге тие берсін, бала-шағаңызды көре беріңіз. Өсіп, әрдайым алдыда өсіп лидері болып, енді менеджер тоқтап қалмай, старший менеджер болып, оның ақшасы 400 мың теңгені алыңыз. Одан бөлек лидер жауып 1 миллион теңгені алыңыз. Директор болып 2,5 миллион теңге ақшалай алыңыз. Одан кейін компания акционер болуға сіз шақырамын. Құтты болсын. Мен акционерімін. Мен боламын. Құрметті қыздар, бизнес серіктестер, Күләш ханым, Қарлығаш ханым, Құралай ханым, Маржан ханым, мына бүгінгі сіздердің марапаттау күндеріңіз құтты болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын, бұл тек қана басы болсын. Біздердің үлкен қойған мақсатымыз бар, компанияның болашағы зор, үмітіміз зор, сіздерден де, біздің де, сіздерден де, біздерден. Сол мақсатымызға бір үлкен
орта болып, мақсатымыз бір, арманымыз бір, бәріміздің. Бұл жүйелі маркетингтің бір жақсы маған ұнайтыны, жұмыс істедің рахаттанып, еңбегіңнің жемісін рахаттанып бөлісіп, көңіліңді көтеріп, бір үлкен орта ғой бұл деген. Сондай біздердің орталарымыз, сіздердің де орталарыңыз көбейе берсін, командаңыз көбейе берсін, үлкен жетекші болыңыздар, басшы болыңыздар, тек қана компанияның алдыңғы қатарларында көріне беріңіздер. Сіздердің қуаныштарыңызға мен өте қатты сырттарыңыздан қарап, марапатталғанда сіздермен бірге өзім де жүйелі маркетингте сіздер сияқты бизнес серіктес болғанмын. Сол өзімнің бизнес серіктес болғандағы өмірім көз алдыма келіп, кәдімгідей қуанып отырмын. Құтты болсын, берекелі болсын табыстарыңыз. Бүгін өте керемет кеш болып жатыр. Бүгін жиналған себебіміз біздің ханымдарымыз, лидер, старший менеджер стаж шапқан ханымдарды марапаттауға осы кешті ұйымдастырып отырмыз. Кешіміз өте керемет болып жатыр. Енді әрине Роза Қожахметқызы айтып жатыр ғой, адам алға қарай жүру керек деп. Бізде бір жағынан біздің жетекшіміз болғанмен, екінші жағынан анамыз әрдайым біздің бала кезімізден алға тартып келе жатыр, тек жақсылық нәрсені көрсетті. Сол сияқты бізде қазір адамдарға тек жақсылықты көрсету ғана, сондай ғана іс қалды. Өйткені біз жақсылықты ғана үйренген адам тек адамдарды жақсылық қана тартады. Бәріміз сондай болу керекпіз. Өйткені сіздер Күләш ханым, Болай ханым, Қарлаш ханым, сіздер отбасыңызда болмасақ та, біз қазір компания жүргеннен кейін білеміз ғой сіздер. Болай ханымды қандай лидер екенін, Күләш ханым қандай лидер екенін, Қарлаш ханым, сіз өзіңіз еңбектесеңіздер, сіздің ниетіңіз, ықыласыңыз, сондай команда келіп жатыр. Сіз снайперсіз. Я бұл сондай, өйткені бізге тек Роза Қожахметқызы постоянно айтады, үнемі айтады. Тек сендер мақсаттарын жазыңдар, арманын жазыңдар дейді. Арман жазған нәрсе бүгін орындалмаса ертең орындалады. Сен бір Құдай өзі біледі қай кезде орындалады. Сен тек соған сеніп арманын жаза берсең дейді, сол арманға жетесің дейді. Өйткені біз бала кезімізден, кішкентай кезімізден мектеп оқып жүргеннен бастап біз осындай ресторандарға апарып, осындай кафелерге апарып, жақсы жерді көрсетіп, тамақта қалай отырып ішу керек бәрін үйреткеннен кейін адам солай өсіп, руханида өседі. Bir жағынан өзің несін өседі, IQ дейді ғой енді, өзін жоғары санайды. Өткен қазағымыз өзіміз басылып қалғанбыз, әр жерде отырып, жеңіл нәрсеге үйреніп қалғанбыз. Содан шығу керек қазір, шығып, тек алға жүріп, өзін сөйлейтін адамдарды тарту керек қазір. Сонда команда жинау керек. Бұл өмірде адам бір өзі ешқайда жетістікке жете алмайды. Сізді жеткізетін жетекшіңіз, одан артынан итеретініңіз командаңыз, өзіңізге алған жауапкершілігіңіз. Сондай жауапкершілік көп алсаңыздар, сіздер бұдан да жоғары дәрежеге жетесіздер, соған сенімдімін. Сондай көп жауапкершілік ала беріңіздер. Бұл енді бастамасы, әлі компаниямыз нық қадам басып келе жатыр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, қанша адам айтса да, біз жетекшілер, біз жоғары президенттер қандай ниетті адам болса, компания сол ниеті алға жүреді. Егер ниетіміз біздің Роза Қожахметқызының бір жағының, менің ниетіміз бұл кісілерді өздері жүре берсін десе, компания тоқтап қалады. Сондықтан біз қазір нық басып келе жатқан қадамымыз, біздің ниетіміз, сіздердің ниеттеріңіз компания көтеріп берді. Саниева компания жасасын, белсенді болсын, әрқашан бірінші орында болайық әлем бойынша.